Сәлем! Бұл видеода есептің толық шығарылуы берілген. Каналға өтіп, плейлисті бөліміндегі геометрия 8 сынып плейлистінен басқа барлық есептің шығарылуын таба аласыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруларыңызды сұраймын. Пайдалы білім болсын. Сау болыңыз. Бірінші есепте берілген суреттегі бұрыштардың тангенсін және котангенсін табу керек, сүйір бұрыштарын. Енді бірінші есеп деп қойайық. А нұсқасының А тапсырмасы, яғни А суретте. Бұл жерде бізде не дейік, бірінші суреттегі, бұл жерде бұрыш Аның тангенсін және котангенсін. Бұрыш А міне тұр, бізге тангенс, котангенс табу үшін катеттерінің ұзындығы қажет, яғни ВЦ катетінің ұзындығы бір торгөз 1 сантиметр екенін білеміз, ондай болса, 1,5 сантиметрге тең деген сөз. Бірінші суретте жазып алайық. Ал АЦ катетінің ұзындығы тең болады, бұл 1,2-3 сантиметрге тең. Енді бізге бірінші тангенс табу керек, жазам тангенс бұрыш А тең болады. Тангенс дегеніміз осы бұрышқа, мына бұрышқа қарсы жатқан катет, ол мына БЦ катет қой, БЦ-ның іргелес жатқан, яғни жанындағы катетке қатынасы, АЦ-ға қатынасы болады. Ондай болса, бірден есептеп кетейік, БЦ-ның мәні 1,5 бөлу 3 болады. Мұнан бүтінге айналдырып алсақ, сонда 15 бөлу 30 деп жазып алуға болады. Сонда оңайы 15-ке қысқартамыз, 1 бөлу 2, 2-ден 1-ге тең деп айтуға болады, немесе 0,5-ке тең деп айтамыз. Енді бізге осы бұрыштың котангенсін табу керек, Енді котангенсін табайық. Котангенс бұрыш А тең болады. Ол іргелес жатқан катеттің, яғни АЦ-ның БЦ-ға қатынасына тең, яғни котангенсқа кері. Тангенс котангенсқа кері. Сонда АЦ-ның мәні 3 бөлу 1,5 болады. 3-ті 1,5-ке бөлсек, 2 бүтін шығады, тура 2-ке тең деп аламыз. Енді бұрыш В-нікін табайық. Бұрыш В, міне мына бұрыш, сол бұрыштың тангенсі. Тангенс бұрыш В тең болады. Бұрыш В-ға қарсы жатқан катет, ол АЦ. АЦ-ның ВЦ-ға қатынасы болады, іргелес жатқан катетке. Яғни, сонда АЦ-ның мәні 3-ке тең, бөлу ВЦ-ның мәні 1,5-ке. 3-ті 1,5-ке бөлсек, 30 бөлу 15, 2-ге тең болады. Енді котангенс бұрыш В тең болады. Іргелес жатқан катет, ол БЦ. БЦ-ның қарсы жатқан катет АЦ-ға қатынасына тең. Сонда БЦ-ның мәні 1,5 бөлу АЦ-ның мәні 3-ке тең. Бұл бізде алдын есептедік, 2-ден 1, немесе 0,5-ке тең деп айтамыз. Енді Ә нұсқасында қарайық. Ә нұсқасында бізде жаңағы, яғни Ә суретте, бұнда да жаңағы бұрыштардың тангенсін және котангенсін табамыз. Бірінші бұрыш Аны қарастырайық. Міне мына бұрышты катеттердің ұзындығын жазып алайық алдымен. ВЦ катетінің ұзындығы бұл жерде 1,2-3 сантиметрге тең екен. Ал АЦ катетінің ұзындығы 1,2 сантиметрге тең. Ендеше жазамын. Бірінші тангенс бұрыш Аны тауып алайық. Бұрыш Аның тангенсі ВЦ-ның АЦ-ға қатынасына тең, қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасына тең. Сонда 3 бөлінген 2. Бұл 1,2-ден 1, немесе 1,5-ке тең деп айтамыз. Енді котангенсін табайық. Котангенс бұрыш А тең болады. Іргелес жатқан катет АЦ-ның қарсы жатқан катетке қатынасы ВЦ-ға. Сонда АЦ-ның мәні 2 бөлу 3. Бұл бөлінбейді, сондықтан 3-тен 2 деп қалдырамыз. Енді В бұрышын қарастырамыз. Тангенс В тең болады. Бұрыш В, мына бұрыш. Тангенс деген ол қарсы жатқан катет. Сонда АЦ-ның ВЦ-ға қатынасына тең. АЦ-ның мәні 2-ке тең, бөлу 3, 3-тен 2 болады. Енді котангенс бұрыш В тең болады. Бұл котангенс бұрыш В іргелес жатқан катет ВЦ-ның АЦ-ға қатынасына тең. ВЦ-ның мәні 3-ке тең, бөлу АЦ 2, 3-ті 2-ке бөлеміз, 1,5 болады. Екінші тапсырмада сурет кескінделген. Сол суретте А тапсырмасында А бұрышының тангенсін және котангенсін тап дейді. Бұл жерде сандық мәні берілмегендіктен оны есептеп қажеті жоқ негізінде, жаңағы формуламен көрсетсек жеткілікті. Дегенмен жуық мәнін көрсетуге болады.
сызғыштың көмегімен есептеп, иә. Бізде бірінші А бұрышының тангенсі және котангенсін тап дейді. Бұрыш А суретте теке, бірінші суретке қатысты А нұсқасы деп қойық, тапсырма тангенс А тең болады, яғни мына бұрыштың тангенсі қарсы жатқан катеті, яғни БЦ, қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке, яғни АЦ катетіне қатынасына тең болады. Бұл жерде жуық мәнін алуға болады. БЦ-ның жуық мәні 1,7 см болып тұр, АЦ-ның жуық мәні 3,7 см болып тұр. Бұл жерде сонда жуық мәнмен тең болады 17/37 деп мәнін алуға болады. Енді котангенс. Осы А бұрышының котангенсі бұл іргелес жатқан катет АЦ-ның БЦ-ға қатынасына тең болады. Яғни тура жаңағы тангенстің мәнінің керісі болады бұл. Жаңағы 1,7 емес, 3,7-ның 1,7-ге қатынасы деп аламыз. Жуық мәнмен 37-ның 17-ге қатынасы болады. Негізі осы формула көмегімен де айтсақ жеткілікті деп ойлаймын. Енді бізге В бұрышының тангенсін табу керек. В бұрышының тангенсі, міне мынау В бұрышы. Тангенсі ол қарсы жатқан катеттің жаңағы іргелес жатқан катетке қатынасы. Сонда жуық мәнмен бұлында 3,7-ның 1,7-ге қатынасы болады, яғни 37-ның 17-ге қатынасы. Ал котангенсі бұл В-ның іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетіне қатынасына тең. Сонда ВЦ-ның мәні 1,7 бөлінген 3,7 17/37 болады. Енді ән нұсқасына қарайық. Ән нұсқасында да нақты емес, жуық мәнмен аламыз мән. Бұл жерде бірінші тангенс А-ны табу керек. А бұрышының тангенсі қарсы жатқан катетті ВЦ, соның іргелес жатқан катет АЦ-ға қатынасына тең. Жуық мәнмен бұнда да АЦ-ның мәні бұл жерде бізде 3,5 болды. Ал ВЦ-ның мәні жуық мәнмен 1,5-ге тең болады екен. 1,7-ге тіпті. 1,7. 1,5-тен сәл асып тұр. Бұлар нақты мән бермейді. Яғни 35-тен 17-ге тең деп айтуға болады. Ал котангенс А бұрышынікі. Бұл іргелес жатқан катет АЦ-ның қарсы жатқан катет ВЦ-ға қатынасына тең. Сонда АЦ-ның мәні 3,5 болса, 1,7-ге қатынасына тең деп аламыз. Сонда 35 бөлінген 17-ге тең. Енді В бұрышының тангенсін табайық. Тангенс бұрыш В тең болады. В бұрышы мұнда ғой. Соның тангенсі қарсы жатқан катет АЦ-ның іргелес жатқан катетке қатынасына тең. Сонда АЦ-ның мәні 3,5 деп алдық. ВЦ-ның мәні 1,7. Сонда 35/17-ге тең. Ал котангенс В тең болады. Бұл іргелес жатқан катет ВЦ-ның АЦ-ға қатынасына тең болады. ВЦ-ның мәні 1,7 болса, АЦ-ның мәні 3,5 деп алатын болсақ, сонда 35-тен 17-ге тең болады. Бұның барлығы жуық мәнмен. Үшінші есепте туркос қағазға тангенстің берілген мәні бойынша бұрышты сал дейді. Бізде тангенс бірінші тапсырмада А нұсқасында 0,15-ге тең болсын, бұрыштың тангенсі. Яғни бұл не деген сөз? Екі катеттің қатынасы 0,15-ге тең дегенді білдіреді. Яғни біз кез келген мынадай тік бұрышты үшбұрыш алатын болсақ, мына ереже деп қабылдайық. Мына бұрыш А болсын. А, В, С бұрышы, бұрыш А-ның тангенсі деп, яғни ережесін жаз қойық. Тангенс А тең болады қарсы жатқан катет, яғни бұрышқа қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан жанындағы катетке қатынасына тең. АЦ-ға тең, Ондай болса, осы қатынас бізде 0,15-ге тең болып тұр. Сонда ВЦ мен АЦ-ның мәні қандай деген сөз? Бізде мына жерде алатын болсақ жазайын. ВЦ бөлінген АЦ тең болады 0,15-ге, 0,15 деген ол 2-ден 1 деген сөз ғой. Сонда ВЦ мына жерде АЦ-ны табатын болсақ осы жерден АЦ тең болады ВЦ бөлінген 0,15, яғни
2 вц-ға тең. Сонда мынау вц катетін бірінші қойып алсақ, бұрышты салатын болсақ, бірінші вц катетін салсақ, мысалға мен оны осындай 4 торгөз қып салам, 4 торгөз қып салсам, атысы одан 2 есе ұзын, яғни 8 торгөз болады. 1, 2, 4, 6, 7, міне 8 торгөз болды. Міне, мынау менде А, В, С. ВЦ-ді 4 торгөзге тең болды, мынау 8 торгөзге тең болады. Міне бұрыш Амыз осындай болады екен, міне. Бұрыш Аны осылай салып аламыз. Бұл жерде тек қана 4 пен 8 деп емес, 2 есе үлкен болатындай қып сала береміз. ВЦ-ны бірінші салып аламыз да, 1 деп салуға болады, онда атысының ұзындығы 2-ге тең болады деген сияқты, 2 сантиметрге тең болады. Жаңағы сондай бұрышта әртүрлі қып сала береміз бұл жерде. Енді бізде А нұсқасында 2-ге тең болса дейді, А нұсқасы деп қойық, 2-ге тең болатын болса, яғни ВЦ-ның атысыға қатынасы бұл жерде 2-ге тең болса дейді, яғни тангенс Амыз 2-ге тең болғанда, бұл жерде ВЦ катеті тең болады 2 атысыға. Керісінше, жаңа қарсы жатқан катет қой бізде ВЦ деген, сол 2 есе үлкен деген сөз, 2 атысыға тең. Яғни атысының мәнін міне, так 2 емес, 3-ке 3 деп алсам, 3-ке 3 деп алсам, менде атысы болса. Ал ВЦ осында 2 атысыға тең, яғни 3 емес 6 торгөзге тең болады, міне осылай аламыз. Енді бұрыш Аны сызам. В мен Аны қоса саламыз, гипотенуза. Сонда міне мынау жаңағы бұрыштың салып алдық. Міне мынау бізге қажетті А бұрышы екен. Бұл жерде тангенс Аның мәні 2-ге тең. Төртінші есепте тригонометриялық функциялардың жуық мәндер кестесін пайдаланып, келесілердің жуық мәндерін табыңдар дейді. Төртінші тапсырма жазамыз. Сонда бірінші синус 45 градус. Міне осындай синустар, жаңағы тригонометриялық функциялар кестесі деген бар бізде. Синус 45 градус тең болады. Мына жерде қараймыз, синусты табамыз, 45 градусты табамыз. Екеуінің қиылысы 2-ден түбір астында 2-ге тең екен. 2-ден түбір астындағы 2, бұл жуық мәнмен бізде болады. Бұл жуық мәнмен 0,171 деп алуға болады екен. Енді ары қарай бізде А бізде Ә нұсқасында тангенс 30 градус. Тангенс 30 градус, тангенс табамыз, 30 градус табамыз, қиылысы 3-тен түбір астындағы 3-ге тең дейді. 3-тен түбір астында 3. Оның жуық мәні бізде болады 3 түбір астында бөлеміз 3-ге. 0,577 деп алуға болады жуық мәні. Енді келесі В нұсқасында синус 60 градус. Синус 60 градус, ол міне 2-ден түбір астында 3-ге тең екен. 2-ден түбір астында 3, оның жуық мәні түбір астында 3 бөлеміз 2-ге 0,866-ға тең. Енді соңғысы тангенс 60 градус тең болады. Тангенс 60 градуста түбір астында 3-ге тең. 3-ті түбір астынан шығаратын болсақ, жуық мәні 1,1732 деп алсақ болады. Міне осылай жуық мәндерін аламыз кестенің көмегімен. Енді 5-ші есепте тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы бірден үлкен болуы мүмкін бе? Енді А сұрағына жауап беретін болсақ, енді алдымен тік бұрышты үшбұрыш сызып алайық, кез келген. Төбелерін белгілейін. А, В, С болсын, осы сүйір бұрышы А бұрышының синусы деп, қарсы жатқан катет, яғни ВЦ-ның гипотенузаға, гипотенуза АВ, АВ-ға қатынасына теңдігін айтамыз. Енді бізге айтады сұрақ, синус А бірден үлкен болуы мүмкін бе? Яғни, егер деге ВЦ бөлінген АВ үлкен бірден десек, ондай болса бұл теңсіздіктен ВЦ үлкен АВ-дан болатындығын аламыз ғой. ВЦ катеті гипотенузадан үлкен екендігін аламыз. Бұл бізде теңдік орындалмайды. Яғни гипотенуза
тік бұрышты үшбұрыштың гипотенуза деген ол ең үлкен қабырғасы ғой. АВ гипотенуза үлкен болу керек ВЦ-дан, сондықтан бұл теңдік орынсыз, ендеше бірден үлкен болуы мүмкін емес болады. Мүмкін емес. Енді жаңа мынау А болды ма? Енді А нұсқасында косинусы бірден үлкен болуы мүмкін бе дейді. Енді жазайық, косинус бұрыш А тең болады. Косинус деп іргелес жатқан катеттің гипотенузаға, яғни жанында жатқан катеттің гипотенузаға қатынасын айтамыз. Осы қатынас, АЦ-ның АВ-ға қатынасы үлкен бірден болса, онда біз осыдан АЦ үлкен АВ-дан екендігін аламыз, иә? АЦ АВ-дан үлкен. Бұл тағы да тікбұрышты үшбұрыштың қасиетіне қайшы келеді. Яғни оның гипотенузасы бізде әрқашанда үлкен болу керек қой, екі катетінен. Сондықтан бұл теңдік орынсыз. Ендеше бұл жағдайда да мүмкін емес болады. 6-шы есепте тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының тангенсі 10-ға тең болуы мүмкін бе? Бірінші сұрақ. Яғни сүйір бұрышының тангенсі кез келген тікбұрышты үшбұрыш сызамыз. Төбелерін белгілеймін. А, В, С болсын, иә, мына С бұрышы тік болсын. Сүйір бұрышы А бұрышының тангенсі. Тангенс А тең 10-ға болуы мүмкін бе дейді. Яғни тангенс А-ның мәні қалай анықталады? Қарсы жатқан катеттің, яғни ВЦ-ның АЦ-ға қатынасына тең, осы қатынас 10-ға тең болуы мүмкін бе дейді. Осыдан біз нені табамыз? ВЦ-ның 10 АЦ-ға тең болатындығын анықтаймыз. Енді бұл жерде екі катет дегеніміз ол тік бұрыш жасап қиылысатын екі кесінді ғой. Сонда ол кез келген ұзындығы ешқандай да бір-біріне тәуелсіз, бұрышқа тәуелсіз. Сондықтан бұлардың өлшемін әртүрлі қылып ала берсек болады. Тек қана қатынасы 10-ға тең болуы керек. Сондықтан 10-ға тең болуы мүмкін, әрине. Мысалға, ВЦ-ның мәнін 1 сантиметр етіп бір тор көз қып сатын болсам, АЦ-ның мәнін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп сыза салам да. Осындай бізде бұрыш шығады, міне бұрыш А-мыз осындай сүйір болады. Немесе кез келген 2 деп алсам, бұлай 20 қып ала салам. Әйтеу қатынасы 10 болатындай кез келген катеттің өлшемін алуға болады. Сондықтан мүмкін бұл. Енді А нұсқасында котангенсі дейді. Котангенс бұрыш А тең болады. Бұл іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасына тең. Осы 10-ға тең болуы мүмкін бе? Бұл қатынастан біз АЦ тең болады 10 ВЦ-ға екендігін анықтаймыз, иә? Бұл жаңағы бола береді. Яғни катеттер бір-біріне тәуелсіз, олар әртүрлі өлшем бола беруге болады, иә? Сондықтан да бұл жерде де мүмкін. 7-ші есепте котангенсі берілген мәні бойынша бұрышты сал дейді. Яғни бұрыштың котангенсі, мысалға біріншіде А нұсқасында котангенс А бұрышы тең болады 0,175-ке деп берілген. Бұны енді бөлшек түрінде жазып алайық. 0,175 деген ол 4-тен 3-ке тең, 175 25-ке қысқарады, соны 4-тен 3-ке тең. Яғни бұл не деген сөз? Котангенс А дегенім, мысалы тік бұрышты үшбұрыш сызып алайын да, катеттерін белгілеп алайық алдымен. А, В, С тік бұрышты үшбұрышы, котангенс А тең болады іргелес жатқан катет АЦ-ның қарсы жатқан катетке қатынасына тең. Бұл жерде мынау 3-тің 4-ке қатынасында, иә? Сонда бұл жерде не аламыз біз? АЦ-ның АЦ тең болады 4-тен 3 ВЦ-ға тең деп алуға болады. Немесе қалай деп жазсақ дұрыс? 4 АЦ тең болады 3 ВЦ-ға деп, иә? Мынау АЦ 4 бірліктен, мынау 3 бірліктен тұрады деген сөз. X, иә, мысалға. Немесе АЦ-ның ВЦ-ға қатынасы 3-тің 4-ке қатынасындай деп сөйтіп берген дұрыс сияқты, иә? Міне көрсетпей қойық та, бұл жалпы қатынастар. Осыдан бізде АЦ-ның ВЦ-ға қатынасы
3-тің 4-ке қатынасындай болады. Сонда мына жерде бірліктер әртүрлі бола беруі мүмкін. Яғни бір бірлікті бір торгөзге тең деп алсақ, мысалға атсының сонда ұзындығы болады бізде 3 бірлік қой, яғни 3 торгөз болады. 1, 2, 3 торгөз, ал вц 4 торгөз, иә, сонда міне 4 торгөз вц. Енді осының ұштарын қоссақ, міне мынау бұрыш А болып шыға келеді. Мынау атсы, мынау вц деп алғанбыз. Міне мынау бұрышымыз біздің ізделінді бұрыш, міне осындай болады екен. Бұны кез келген етіп сыза берсек болады дегендей, бағана вц-ны мысалға бір бірлікті 2 торгөз деп алатын болсам, мысалға 2 торгөз десем, атсы 2 көбейтілген 3 6 торгөз болады ғой. 6 торгөз, иә, міне былай. Бұл атсы. Ал вц болады онда 8 торгөз. Мұнда симайтын сияқты 4, былай 4, иә, мына жерден аяқталады вц. Бұларды сызып қажеті жоқ, бізге бұрышты сыз деп тұр ғой, сондықтан сәл қисық кетіп қалды. Мына жерде мына төбесімен сонда аны қосам. Ізделінді бұрышым осы болады сонда. Енді ә нұсқасын қарайық. Ә нұсқасында котангенстің мәні 1/125-ке тең болса дейді. Енді 1/125 дегенім ол 100-ден 125 қой, 25-ке қысқартсақ, сонда 4-тен 5 болады. 4-тен 5-ке тең. Яғни мына суретті қолдана береміз, сонда атсының вц-ға қатынасы тең болады 5-тің 4-ке қатынасындай. Яғни бұдан атсының вц-ға қатынасы 5-тің 4-ке деп жазып аламын да. Бірлік кесіндіні әртүрлі етіп таңдай берем. Сонда атсыны бір бірлікке, бір торгөзге тең деп алсам, бір бірлікті бір торгөзге тең деп алсам, атсы 5 торгөзге тең болады. Сонда сызам 5 торгөз. Мынау 5-еу, бұл менде атсы болады. Енді бц 4 торгөзге тең болады. Ендеше міне 4 торгөз. Мынау вц, тік, иә. Енді екеуінің төбесін қосам да, ұштарын. Сонда мына ізделінді бұрыш, міне мына бұрыш болады, бұрыш А. Дәл сол сияқты бағана айтқандай 10-8 ғып сыза беруге болады, иә. Яғни қатынас 4-тің 5-ке қатынасындай болса болды, әртүрлі сыза береміз.